Енді тыныс алу типтеріне қарайтын болсақ, әлемде тірі ағзалар екіге бөлінеді. Анаэробты оттексіз тыныс алған кезде оттегіні қажет етпейді. Және аэробты оттекті тыныс алған кезде оттекті қажет етеді. Анаэробты тыныс алу оттексіз жүреді. Оттексіз тіршілік ете алатын ағзаларға тән ең алғашқы пайда болған тыныс алу типі. Яғни әлемде бұрын жер шары пайда болған кезде ауада оттегі болмайды. Сол себептен алғашқы пайда болған бактериялар оттексіз тыныс алуға бейімделеді. Яғни көмірқышқыл газын қолданып оттегіні сыртқа шығарады. Фотосинтез сияқты, хемосинтез сияқты, немесе мына саңырауқұлақтар бар, қарапайым банағыдай. Естеріңізде ма, астық дәндерді мына тестаны нетеміз ғой, астық көтеріледі ғой, дрожждар бар ғой, дрожж. Сол арқылы сияқты брожение болады. Брожение кезінде анаэробты тыныс алу, оттексіз тыныс алу, сыртқа көмірқышқыл газын шығарады, сөйтіп бұлар тамақтанады. Сол сияқты тыныс алу түрлері пайда болады. Бұл анаэробты. Аэробты оттекті тыныс алу міндетті түрде оттек қатысады. Оттексіз тіршілік ете алмайтын ағзаларға тән. Анаэробты қарағанда 17 есе тиімді. Яғни анаэробты тыныс алған кезде энергия ондай көп бөлінбейді. Сол себептен ол ағзалар өте ұсақ бір жасушалы. Ал аэробты тыныс алған кезде энергия көп бөлінгендіктен ағзалар ірі болады. Биология мынандай заңдылық бар. Оттегі көп болған сайын ағзалар үлкен бола береді. Кезінде динозаврлар өмір сүрген кезде не себептен динозаврлар ірі болған? Себебі ол кезде ауада оттегі құрамы жоғары болған. Оттегі құрамы жоғары болған сайын адам денесі, жалпы тірі ағзалардың денесі ірі бола береді. Себебі 17 есе тиімді, 17 есе энергия көбірек бөлінеді. Енді анаэробты тыныс алатын ағзалары кімдер жатады? Қараңыздар. Ашыту, шіріту бактериялары, ашытқылар, зең саңырауқұлақтары, банағы айтқан дрожж мысалы, кейбір паразиттер, ішек құрт, например, аскарида, таспақ құрт, жұмыр құрт, анкилостома, глисты. Біздің ішегімізде ауа болмайды ғой, олар анаэробты тыныс алады, ауасыз өмір сүреді. Кейбір қарапайымдылар, мысалы дизентерия амебасы, лямбле, лишмания деген сияқты. Бұны да міндетті түрде жазып алыңыздар, ОБТ-да жыл сайын кездеседі. Анаэробты тыныс алатын ағзалар. Аэробты тыныс алу барлық өсімдіктер, омыртқалы жануарлар, көптеген омыртқасыз жануарлар, көптеген бактериялар. Түсіндіре алдым ғой? Яғни жануарлар, кейбір саңырауқұлақтар, барлық өсімдіктер оттегімен тыныс алады. Бұл аэробты тыныс алу. Бұл айырмашылықты міндетті түрде өздеріңізге жазып алыңдар, ОБТ-да жыл сайын кездеседі. Енді өсімдіктердің тыныс алуы қалай жүреді? Бұл өте оңай. Өсімдіктер жануарлар сияқты тыныс алады. Көп ойлайды, өсімдіктер фотосинтез жасайды деп. Тек қана көмірқышқыл газын алады да оттегін шығарады. Олай емес. Өсімдіктерде тыныс алады. Себебі банағы айтқандай, оттегі тірі ағзаға кірмесе, тірі ағзада энергия болмайды. Сол себептен өсімдіктер оттегін өзіне алады, чтобы энергияны көбейту үшін.